Сәлем достар, бүгін біз исламдағы әйелдердің орамалдары жайында айтатын боламыз. Халықтар мәдениетіндегі орамал қазіргі уақытта дәстүрлі Каир мен Бағдадпен байланысты киім палитрасы болып есептеледі. Хиджаб, никаб, жамылғы арабтар арасында және исламға дейін болған. Екінші жағынан, бұл таза араб дәстүрі емес. Осыған ұқсас ежелгі Грецияда Афродита тасбақасы, ежелгі Грецияның жамылғы әйелі, Византиядағы Габриэль Радле, Византиядағы әйелді жабу немесе дінге сенетін еврейлер әлі күнге дейін шаштарын жауып жүреді. Бірақ олар оны қалпақпен немесе шаспен жасайды. Бірақ орамал таққандары да бар. Ежелгі Парсы, Ассирия, Месопотамия мәдениеттерінде жамылғы әйелдердің жоғарғы мәртебесін көрсеткіші болып саналады. Кейінірек бұл түсінік исламға көшті. Осылайша, исламда байлауыштың бірнеше түрі қалыптасып, сіздер мен біздер бүгін танысатын боламыз. Шейла ең танымал бас киім. Оны Парсы шығанағындағы елдердегі мұсылман әйелдері киеді. Бас киім басына тақия тәрізді оралған, бас шеті кеудеге әдетте сол жаққа түсетін орамал. Шейла әдетте тығыз матадан тігіледі, алтын және күміс кестелермен безендірілген. Чадра таяу шығыс Иран елдерінде кездесетін орамал. Чадра парсыша шатыр дегенді білдіреді. Ақ, көк немесе қара түсті жеңіл әйел жамылғысы. Үйден шыққанда киіледі және әйелдің мүсінін басынан аяғына дейін жауып тұрады. Көптеген мұсылман әйелдері мәдени және діни себептермен киеді. Кәдімгі жамылғылардан айырмашылығы орамалдың бас бөлігі бетті жауып тұрады. Мұсылман матасынан тігіледі. Чадра басына лақтырылып, денені толығымен жауып тұратын жамылғы. Никаб ең қатал бас киім. Басы толығымен жабылған, көзге арналған тесігі ғана бар. Бірақ мойны мен иықты еркін жабуы керек. Ал кішкентай қалпақ пен жамылғыдан тұрады. Әдетте қара және ештеңемен безендірілмейді. Ол шашты жаппайды, тек артқы жағында байланады. Никаб хиджабтың үстіне байланады және хиджаб сияқты екі түрлі болады. Қысқа никаб мойнына дейін жабылады, ұзын никаб денесіне дейін жабылады. Ол никаб Парсы шығанағы мен Йемен, Пакистан елдерінде кездеседі. Паранжа жамылғаға ұқсайды, бірақ айырмашылығы оның жалған жеңдері бар және беті торлы шілтерлермен толықтырылған. Ертеде бұндай торларды жылқының қылынан тоқылған. 20 ғасырдың басында паранжа Иран мен Орта Азияда кеңінен қолданыла бастады. Паранжа бетті толығымен жауып, тек көзді ашық қалдырады. Оны кию Құранда міндетті ереже емес, таңдау әйелдің өз еркінде. Хиджаб бас пен мойынды жауып тұратын табиғи матадан жасалған орамал. Көбінесе еуропалық елдерде тұратын мұсылман әйелдері өздерінің дінге қатыстылығын көрсетіп оған барады. Хиджаб амира екі бөліктен тұратын бұйым. Алдымен кішкентай тығыз қалпақ келеді. Үстіне бетке арналған кесілген шарф. Мойын мен кеудені толығымен жабады. Оны Орталық Азия мен Ауғанстан әйелдері киеді. Химар белге дейін жетіп тұратын орамал шапан. Басты, шашты, мойынды, иықты кеудені жабады. Көбінесе оны таяу шығыс пен Түркияда тұратын әйелдер киеді. Шейла басына еркін байланатын және иықта салбырап тұратын ұзын шарф. Парсы шығанағын елдерінде танымал. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпа. Алда әлі де қызықты видеолар болады.